подагра деген организмде зәр қышқылының өте көп мөлшерде саталып қалуынан пайда болады. Зәр қышқылы организмде көбейген кезде ол көбінесе суставтарда, яғни буындарда жиналғанды ұнатады. Егер қанда зәр қышқылының мөлшері артып кететін болса, олар кристалл түрінде осы буындарға жиналады. Сол кристалдар буында бөгде дене ретінде танылады, сол буынға қарай жиналады. Соның ішінде нейтрофилдер, интерлейкин 1, ТНФ альфа деген секілді қабыну медиаторлары буында жиналады. Сол жерде ауырсыну немесе ісік пайда болады. Енді бізде подаграны екіге бөлеміз: созылмалы және акют, яғни лезде дамитын подагра. Егер біздің науқаста созылмалы подагра болатын болса, оған біз осы төрт дәріні тағайындаймыз. Ең бірінші препарат выбор дейді, сол бізде аллопуринол. Ксантин оксидазаны тежейді. Сол арқылы гипоксантиннің ксантинге айналуын тежейді. Яғни егер ксантин пайда болса, плазмадағы зәр қышқылына айналуын тежейді. Зәрдің түзілуі төмендейді. Дәл сол секілді әсер ететін бізде фибуксостат. Ол да ксантин оксидазаны тежейді. Осы екі дәрі белгіленген. Келесі дәрі пробенцит. Ол зәр қышқылының немесе зәрдің кері реабсорбциясын тежейді. Яғни организмде зәр қышқылы көбейіп кеткен кезде біз пробенцитті берсек, ол зәр арқылы таралатын болады. Немесе МПВСтердің жоғарғы дозасын, мысалы ретінде аспириннің жоғарғы дозасын тағайындаған кезде, ол пробенцит секілді әсер етеді. Келесі дәрі ол бізде пеглотиказ. Пеглотиказдың қолдан жасалған формасы зәрді алантоинға айналдырады. Алантоин деген не? Ол көбіне суда ергіш болып келетін продукт, былайша айтқанда. Сол арқылы біз зәрді суда еритін продуктке айналдыру арқылы оның зәрмен шығарылуын күшейтеміз. Енді жедел дамитын подаграны қалай емдейміз? Оған біз осы үш дәріні пайдаланамыз. Біріншісі МПВСтер. Көбінесе біз аспиринді пайдаланамыз. Аспириннің бірақ төменгі дозасын беретін болсақ, ол көбінесе оның экскрециясын тежейді. Мысалы ретінде біз бұл науқастарға диуретикті тағайындай алмаймыз. Себебі ол зәр қышқылының секрециясын тежейді. Дәл сол секілді аспириннің төменгі дозалары, ол 75-150 миллиграммдағы дозалары зәр қышқылының организмде қалуына септігін тигізеді. Сол арқылы ол наоборот зәр қышқылын көбейтіп, осы біздің ауруды асқындырып жібереді. Сондықтан біз аспиринді тағайындайтын болсақ, оның тек жоғары дозасын тағайындаймыз. Глюкокортикоидтар жалпы система әсер етеді. Сол арқылы ол қабынуды басады. Осы фаза кезінде біз қабынуды басуымыз керек. Және келесі дәрі ол лейкоцит. Лейкоциттер бізде қабыну ошағына барады. Тамырлардың болатын поралар арқылы өтіп қабынған ошаққа барады. Егер тамырлардың арасына пораларды жабатын болсақ, яғни стабилизировать ететін болсақ, ол жерге қабынған ошаққа лейкоциттер және қабыну медиаторлары жете алмайтын болады. Яғни бізде полимикротубулардың полимеризациясын жасаймыз. Сол арқылы хемотоксисті төмендетеміз. Острый фазасында профилактика ретінде тағайындауға болады, бірақ оның жанама әсерлері бар. Ол астан ішек жолдарын жақаттайды немесе нейромиопатиялар шақырады. Егер тағы да сұрақтар пайда болса, комментарийге жаза кетіңіздер.